Сәлеметсіздер ме? Менің атым Давлетярова Жансая. Номер 5-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы А сынып оқушысымын. Жетекшісі Гусманова Фарида Дәулетбековна. Тақырыбым этностар дәстүрі Қазақстан бірлігінің негізі. Қазақстан көптеген этностар мен мәдениеттер тоғысқан мемлекет. Елімізде қазақтармен қатар орыс, татар, өзбек, ұйғыр, неміс, кәріш және тағы да басқа көптеген халықтар өмір сүреді. Әр этностың өзіндік салт дәстүрі, мәдениеті, дүниетанымы бар. Соған қарамастан олардың арасында ұқсас дәстүрлері өте көп. Бұл ұқсастықтар халықтардың бір-біріне түсінуі, сыйлауына және татулыққа өмір сүруіне негіз болады. Қазақстанда түрлі этностардың мәдениетін дамытуға және халықтар арасындағы достықты нығайту Assembly of the People of Kazakhstan үлкен үлес қосып келеді. Жобаның мақсаты Қазақстанда өмір сүретін әртүрлі этностардың салт дәстүрлеріндегі ұқсастықтарды анықтау арқылы халықтар арасындағы достық, өзара сыйластық және бірліктің маңызын көрсету. Жобаның міндеттері: бірінші, Қазақстандағы этностардың мәдениеті мен дәстүрлері туралы мәлімет жинау; екінші, әртүрлі этностардың ұқсас салт дәстүрлерін салыстырып талдау; үшінші, дәстүрлердің халықтарды біріктірудегі рөлін анықтау; төртінші, этностар арасындағы достық пен татулықтың маңызын көрсету. Жобаның өзектілігі: қазіргі қоғамда бейбітшілік пен келісім мемлекеттің тұрақтылығы мен дамуына басты шарттарының бірі. Қазақстандағы этнос арасындағы достық пен бірлік елдің басты құндылықтарының бірі болып саналады. Сондықтан әр халықтар өз дәстүрін құрметтеу және ортақ ұқсастықтарға тану қоғамдағы татулықты нығайтады. Күтілетін нәтижеге қарасақ, этностар арасындағы мәдени ұқсастықтарды түсіну арттырады, әртүрлі халықтардың дәстүрлерінде деген құрмет қалыптасады, жастар арасындағы достық, толеранттық және бірлік құндылықтарды нығаяды және Қазақстандағы бейбітшілік пен келісімнің маңызы түсінікті болады. Этностар арасындағы ұқсас дәстүрлер: бірінші, қонақжайлық дәстүрі. Қонақжайлық көптеген халықтарға тән қасиет. Қазақ халқы келген қонақты ерекше құрметтеп, дастархан жайып қарсы алады. Орыс және татар халықтарында да қонаққа шай беріп, дастарханға түрлі тағам қою дәстүрі бар. Өзбек және ұйғыр халықтарында қонақты ең құрметті адам ретінде қабылдайды. Бұл дәстүр барлық халыққа ортақ, қонақты сыйлау мен құрметтеу. Екінші, үлкенді құрметтеу. Көптеген этностарда үлкенге құрмет көрсету ерекше орын алады. Қазақ халқы да үлкендердің батасын алу маңызды дәстүр. Өзбек, татар және ұйғыр халықтарында да үлкендердің сөзін тыңдау, оларға құрмет көрсету тәрбиенің негізі болып саналады. Орыс халқында да ата-әжені сыйлау отбасылық құндылық ретінде қалыптасқан. Бұл дәстүр халықтардың рухани құндылықтарының ұқсас екенін көрсетеді. Үшіншісі, ортақ мерекелер. Қазақстанда әртүрлі халықтардың мерекелері бірге тойланады. Мысалы, Наурыз, көктем мерекесі. Оны Қазақстандағы көптеген этнос өкілдері бірге атап өтеді. Масленица, славян халықтарының мерекесі. Оны да елімізде кеңінен атап өтеді. Сабантой, татар және башқұрт халықтарының ұлттық мерекесі. Бұл мерекелер халықтардың мәдени алмасуына және достығына ықпал етеді. Наурыз, көктемнің келуін, табиғаттың жаңаруын білдіретін мереке. Бұл мереке тек Қазақстан халқында ғана емес, басқа халықтардың да көктемді қарсы алу дәстүрлерімен ұқсас. Наурыз мерекесінің ұқсас басты ұлттарды мерекелер: Иран, Тәжікстан, Ауғанстан және басқа елдер. Көктемгі күн мен түннің теңеуірінде тойланады. Үй тазалау, дастархан жайып, туыстарға қонаққа бару дәстүрі бар. Табиғаттың жаңаруын білдіреді. Бұл мереке Наурызбен ең ұқсас, өткен тарихи тамыры бір. Масленица, Ресей. Қысты шығарып салып көктемді қарсы алу мерекесі. Халықтың ойындар, ән, би, дәмді тағамдар, құймақ дайындалады. Табиғаттың жаңаруын тойлау идеясына ұқсас. Мерекенің шығу тарихы. Сабантой сөзі екі сөзден тұрады. Сабан, жер жырту құралы. Егіншілік белгісі түй. Той мереке, яғни сабантой егін егу жұмыстарын аяқталғаннан кейін халықтың демалып, көңілі көтеретін мерекесі. Бұл мереке ғасырлар бойы сақталып, бүгінгі күнге дейін жалғасып келеді. Мерекенің қалай тойланатыны. Сабантой кезінде халық түрлі ойын, сауық пен жарыстар ұйымдастырады. Мысалы, күреш, белбеумен күрес. Мерекенің ең басты жарысы: ат жарысы, қаппен секіру, арқан тарту, ән айту мен би билеу. Жеңімпаздарға түрлі сыйлықтар беріледі. Ең мықты палуанға көбіне тірі қошқар сыйлау дәстүрі бар. Мерекенің маңызы. Сабантой халықтың дәстүрі мен мәдениетін сақтайды, адамдарды достыққа және бірлікке шақырады, ұлттық ойындар мен өнерді насихаттайды. Қазіргі кезде Сабантой тек Татарстан мен Башқұртстанда ғана емес, көптеген елдерде тұратын татар-башқұрт диаспорасы арасында да тойланады. Қысқаша айтқанда, Сабантой еңбек мерекесі, халықтың қуанышы мен ұлттық мәдениетін көрсететін маңызды дәстүрлі мейрам.
қорытындылай келе, Қазақстан түрлі этностардың ортақ шаңырағы, әр халықтың мәдениеті мен дәстүрлі еліміздің байлығы болып табылады. Этностар арасындағы ұқсас салт дәстүрлерді халықтарды жақындастырып, бір-біріне деген құрметті арттырады. Сондықтан дәстүрлерді сақтау және өзара сыйластықты нығайту ел бірлігінің кепілі. Бірлік бар жерде тірлік бар деген қағида Қазақстан қоғамының басты ұстанымдарының бірі. Әртүрлі мәдениеттердің бір мемлекетке татулықты өмір сүруі еліміздің ең үлкен жетістігі.